Ассаламуалейкум, қазақ елі. Біз енді Ақтауда Жамбыл Көбейсіновтің сотына келіп отырмыз. Жан жақтан Қазақстан түкпір-түкпірінен келді. Ағайындар, Жамбыл бауырымыздың 6 бала шағасы бар. Семьясымен бірге сотталып жатыр. Ендігі жаңа өздеріңіз тікелей эфирден көрдіңіздер, қандай жағдай болғанын. Бір 12 адамға кіргізді. 12 адамда кіргізді. Енді әділсіздіктерін тағы да көрсетіп жатыр. Бүгін шешіп тастайтын шаруадарды тағы да созып жатыр. Халықты шаршатып жатыр. Мен өз ойым. Бұл әділетсіздікті жалғасуды доғару керек. Екіншіден биліктің осындай қитұрқы амалдарын қысқартсын. Халықым деген міне жиналып жатыр. Тағы да келеміз деп кетті. Бүгінгі жиналғанда бір дүздей адам жиналып едік. Енді үйлеріне қайтты. Наразы, Жамбылды босатпағанына. Ертеңгі күні халық одан да көп жиналамыз деп кетті. Жан-жақтан осы облыстың маңайынан түкпір-түкпірден келе жатыр, жолда келе жатырмыз дегендер бар, алыстан. Сондықтан енді мына билікке енді талабымыз дұрыс, оңды шешім. Халық сұрап отыр, Жамбылды семьясына қайтарсын. Қолдаймыз. Ассаламуалейкум. Қазақ елі, қазақ жері, қазақтың елім дейтін, жерім дейтін намысы мықты азаматтар болса елімізде. Бар ғой, Аллаға шүкір. Біз қазақ атадан қалған мұрамыз, жерімізді, елімізді қорғау үшін біз қазаққа қазіргі ең бастысы бізге ауызбіршілік керек. Бірінші. Екінші, мына қазіргі таңда әділеттікті талап етіп, шындықты шырылдатып айтып жүрген азаматтарымызды мына билік қазіргі таңда өзінің заңсыз әрекеттерімен неше түрлі құйтырқы әрекеттер жасап былықтарға батырып отыр. Заңсыз соттар жүргізіп, заңсыз жалған айыптар тағып жүр. Мына құрметті қазақтар, қазақ халқы, ойланыңыздар. Бұл мына жүйе тұрған жерде қазір біз әрбір қазақтың басына осындай сауда түсуі мүмкін. Сондықтан ауызбіршілікте болайық. Ертең сағат 2:30-да 8-ші микрорайон Ақтау қаласында Жамбыл Көбейсінов бауырымыздың екінші сот өтеді ертең. Мына бүгінгі сотты көрдіңіздер, көргендеріңіз, көрмей қалғаныңыздар, көріңіздер тағы да. Сол жерге келіңіздер, сотқа келіңіздер, сотқа қатысыңыздар, қолдау көрсетіңіздер, қолдау білдіріңіздер. Біздің ұлтымыздың мүддесі үшін әрбір қазақ, жаны қазақ, тәні қазақ, жүрегі қазақ деп соғатын, намысы бар, ұлттық рухы бар. Ұлт дегенде ішкен асын жерге қоя алатын азаматтар, жиналыңдар. Мына Жамбыл бауырымызға қолдау көрсетейік. Әрбір қазаққа қолдау көрсетейік. Мына билікке талабым менің. Осы мына жиналып отқан белсендердің талабымыз билікке. Тез арада доғарыңдар. Мына заңсыз әрекеттеріңді доғармай дегенсіңдер. Біз қазақ намыссыз емеспіз. Аллаға шүкір, атадан қалған намысымыз бар. Жедел намыс бізде. Алла бұйыртса, егер біздің талабымызды орындамайтын болсаңдар, ертең күні бәріңді қолдаңа кісен салып, соттап, бәрін көздерін құртамыз. Сондықтан қазірден бастап талабымызды орындаңдар. Жамбылға бостандық. Талабымыз бостандық. Талабымыз Бостандық. Талабымыз Бостандық. Енді мына құрметті қазақ елі, енді біздер мына Ақтау қаласына жиналып жатыр. Жамбыл бауырымыздың сотына. Енді айтайын дегенім, мына осы қазіргі жүйе осылай өздері қылмыс істеп жатыр олар. Жүйе отырған биліктің басы кілең, былық, қылмыс тұрған. Соны мына біреу айтатын болса, соларды отырсасы келіп тұр ғой бәрімізді. Ауыздарымыз жапқысы келді. Бірақ біздер ауызымыз жаппаймыз. Біздер қарсылығымызды көрсетеміз керек болса. Соны мына ертең Маңғыстау елін жақын жерде тұратындар сотқа келіп қатысуы сұраймын бәріңізден. Мына жүйе деген бізді осылай бір-бірлеп отырыстап, өздері осылай билеп отыра бергісі келіп тұр ғой. Біздің қазақ халқымыз
жағдайы шамалы, көбісінің қарапайым халықтың жағдайы шамалы өте. Ол себеп тек қана бір мына Назарбаевтың кланы отырып алып, жоғарыдан біздің қазақ еліміздің байлығын сатып, соны істегісі отырған сол Назарбаевтың жүйін осы бірігіп, осылай бір-бірімізді құтқарып, Назарбаевтың кланын түсіреміз, құлатамыз біздер. Сол болу керек біздің мақсат, ең бірінші мақсат сол. Главный мақсат Назарбаевтың жүйесін құлату керек. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Міне бүгін біз Ақтау қаласына, Жамбыл бауырымыздың сотына осынша әр аумақтардан, әр қалалардан Қазақстан бойынша жиналдық. Келіп бізге тағы да қосылуларыңызды біз сұранамыз. Осындай бізде әділетсіз болып жатқан барлығыңыз көріп отырсыздар. Елімізде қандай әділетсіздік болып жатқан бәріңіз өзі көріп отырсыздар. Осыған мұны бауырымыздың 6 бала шағасымен шырылдап қалып, әйелі жалғыз өзі үйінде қалып, өте азы қиын күн кешіріп отыр. Оны да өткенде көрдік YouTube арқылы. Соған барлығыңызды, барша қазақстандықтарды осы бауырымызды қолдауға шақырамын мен. Күш бірлікте, қорқатын жері жоқ. Біз бірігетін болсақ, жеңіс бірге болады. Соның үшін барлығыңызды осы келіп бауырымызды қолдауға шақырамын. Талабымыз Бостандық! Талабымыз Бостандық! Талабымыз Бостандық! Күшіміз Бірлікте! Күшіміз Бірлікте! Күшіміз Бірлікте! Біздер енді бүгін деген жер-жерден келіп, Алматы, Астана, Шымкент, Атырау, Бейнеу, Уральск, бәрі Жаңаөзеннен халық бүгін жиналды. Көбейсенов Жамбылдың соты болып бүгін деген. Халық өте көп болды, жақсы келіп қолдап жатыр. Мен қазір айтайын деп тұрғаным, сізге азаматтар бәріңіз келіп қолдаңыз. Ертең соты болады 2 жарында, сағат 2-де. Соған келіп қолдауыңызды сұраймыз сізге. Көбейсенов Жамбылға бостандық тілейміз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, құрметті халқым, мынау біздердің бас қосып бірігіп отқан себебіміз мынау Жамбыл бауырымыздың қазір заңсыз мынау саяси тұтқын ретінде қамалып, соның себебімен жиналып отырмыз. Мынау биліктен сұрайтыным мынандай заңсыз қамалуды тоқтатуын сұраймын. Біздер соны талап етеміз. Сосын мына ертең сағат 2:30-да соты деп жатыр Жамбылдың. Соған мына Маңғыстау өңірінен халықты келіп осы ауызбіршілік көрсетіп, осы сотына қатысуды сұраймыз. Өтініш сіздерден. Мына айтыр Шымкенттен келіп жатыр, Алматыдан, Атыраудан, Оралдан келіп жатқан кісілер бар. Рахмет оларға, Алла разы болсын. Енді мына жақын жерде тұрып біздің келмей қалғанымыз, ауызбіршілік көрсетпегеніміз, бірлік көрсетпегеніміз ұяттау болар.